Баршаңызға сәлем. Бүгін біз тұшпара жартылай фабрикатын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: жоғары сортты ұн, тұз, жұмыртқа, сұйық май және де қайнаған су қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды, тұзымызды, сұйық май және де жұмыртқамызды салып араластырамыз. Араластырып аламыз да үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Біз мұнда заварной тесто жасап жатырмыз. Описанияда граммен есептелген рецепті қалдырдым. Сол рецепт бойынша жасай беріңіздер. Қолдарыңыз күйіп қалмас үшін ең алдымен лопатка не болмаса мен секілді қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң барып қолмен жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыздың үйуін қандырып тұрып илейміз. Артық су, ұн еш нәрсе қоспаңыздар. Неке барлығын дәл осылай біріктіріп аламыз. Июі қанғанша жақсылап илейміз. Біздің қамырымызда дайын болып қалды. Бұл тестаны мұздатқышқа салмаймыз. Пакетке салып 15 минутқа комнатный температураға қалдырамыз. Неге біздің 15 минутымыз өтті. Көріп тұрғандарыңыздағыдай өте идеальный, эластичный тесто шықты. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай 2 немесе 3 бөлікке бөліп және жеке-жеке пакетке салып 15 минутқа тағы да комнатный температурада қалдырамыз. Бұл қамырды бешбармаққа қолдансаңыздар да болады. Келесі біз салмасын дайындайтын боламыз. Жалпы пельменге қойдың еті ерекше дәмді болып келеді, бірақ мұнда менде сиырдың еті. Фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды, тұзымызды және қара бұрышымызды дәміне қарай салып, жақсылап араластырамыз. Егерде сіздің фарштарыңыз майсыз болса, құйрық май немесе іш май қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Барлығын граммен есептеп салыңыздар, сонда сіздерде идеальный болып шығады. Мінекей біздің 15 минут уақытымыз өтті. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды өз ыңғайыңызға қарай жайып аласыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді осындай формамен кесіп аламыз. Үш жағынан санағанда 5 және 6 размерлі формамен кесіп алсаңыздар болады.
Мінекей барлық қамырларымызды кесіп алдық. 1 шай қасық фаршымызды салып, екі шетінен бүгетін боламыз. Екі шетін жақсылап бекітеміз. Пельмендердің ортасы ашық болғаны дұрыс. Егерде фарштарыңыз молынан болса, пельмендеріңіз томпайып, әдемі көрінеді. Жасалу жолы өте оңай, заварной тесто жасаңыздар. Бір жасағандағы жақсы шығады. Сіздерде жасап көріңіздер. Дәл видеодағыдай барлық шетін жақсылап бекітіп шығамыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын баршаңызға.